Сәлеметсіздер ме оқушылар, видеоны көрмей тұрып каналға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Бүгін бізде 7-8 сабақ әдет ғұрыптар. 4-ші тапсырмада шетелдік досың қазақ халқының қайырымдылыққа құрылған салт дәстүрін білгісі келеді делік. Жоғарыдағы суретке қарап, баяндау мәтінін құрада хат түріне салып жібер дейді. Бұл жерде үлгі ретінде берілген. Дәл осылай жазу міндетті емес, осыған ұқсас етіп жазсаңыздар болады. Сәлем, сенің жағдайың жақсы деп үміттенемін. Менде қызық жаңалық бар. Мен қазір керемет ауылда тұрып жатырмын. Осындай табиғаттың ортасында өмір сүру нағыз бақыт. Біз жаңа үй салып жатырмыз. Бұл үлкен әрі қызықты жоба. Туыстарымызбен құрылыс барысында көмек көрсетіп жатыр. Бұл тәжірибені одан да ерекше етеді. Отбасылық қолдаудың арқасында біздің армандаған үйімізді салып жатырмыз. Үйіміз бітсе, саған суреттерін көрсетуді асыға күтемін. Келешекте біздің ауылға келіп, осы тамаша жерді өз көзіңмен көрсең, өте қуанышты болар едім деп жазуға болады. 5-ші тапсырмада сұрақтарға жауап беру керек. Ала жіпті аттамау деген нені білдіреді? Қазақ ырымында ала жіпті аттауға болмайды, себебі бұл әрекет жамандықтың белгісі болып саналады. Ала жіп балалардың және жастардың арасында жақсы ниетпен тартылатын жіп. Оның атталуы үй ішінде берекені кетіруі мүмкін деп есептеледі. Ала жіпті аттау адамға бақытсыздық, ауру немесе басқа да қиындықтар әкелуі мүмкін деген сенім бар. Осылайша қазақ халқында да ала жіпті аттамау отбасылық тыныштық пен сәттілікті сақтау үшін маңызды дәстүр. Бұл ырым жастарды сыйластыққа, тәртіпке үйретеді. Келесі сұрақтың жауабы оның астында тұр. Асарда қандай жұмыстар бірлесіп атқарылады? Асар қазақ халқындағы дәстүрлі көмек көрсету әдісі. Мұнда ауылдастар немесе туыстар бірлесіп жұмыс істейді. Асар кезінде ауыл тұрғындары бірігіп, бір отбасының үй салу, егін жинау, малға көмек көрсету сияқты жұмыстарды атқарады. Мысалы, жаңа үй салу барысында көршілер мен туыстар үйдің құрылысында, шатыр жапқанда немесе аула тазалағанда қолдау көрсетеді. Бұл дәстүр ынтымақтастықты, өзара көмек көрсетуді және туыстық қарым-қатынасты нығайтады. Асар қазақ мәдениетінің маңызды бөлігі. Ол адамдарды біріктіреді және ортақ мақсатқа жетуге көмектеседі. 6-шы тапсырма. Мына шашыраған сөздерден сөйлем құрау керек. Баланың сүндет тойында, мектепке барғанда әке-шешесі тай атайды. Оны бәсіре тай дейді. Бала оны бағады, үйретеді, ерекше күтімге алады. Сол арқылы мал бағуға еңбекке үйренеді. Бәсіре атау баланың көңілін өсіреді, өмірге бейімдейді. 7-ші тапсырмада мына эссенің бізге кіріспесі берілген. Енді соның үзіндісін алып ары қарай эссе жазу керек. Әдеп сақтау қоғамдағы әрбір адамның жауапкершілігі. Әдептілік адамгершілік құндылықтарды, адамдармен қарым-қатынасты және мәдениеттілікті көрсетеді. Әдепті болу тек өзіңе ғана емес, айналадағы адамдарға да құрмет көрсету. Бұл әсіресе жастардың тәрбиесінде маңызды рөл атқарады. Өйткені олар ересектердің өздерінен де, іс-әрекеттерінен де үлгі алады. Әдептілік ізгілікке, мейірімділікке және бір-бірімізге деген сүйіспеншілікке негізделген. Сондықтан әдеп сақтау тек жеке басымыз үшін емес, қоғам үшін де маңызды. Әдепсіздік тек адамның өзіне ғана емес, оның айналасындағы адамдарға да зиян келтіреді. Осылайша ізгілікті өмір сүру үшін әр адамның әдепті болуға тиіс. Әдеп сақтау қоғамымыздың мәдениеті мен бірлігіне үлкен үлес қосатын құндылық. 9-шы тапсырмада жирен жаман әдеттен, үйрен жақсы әдептен деген тақырыпта іні қарындастарыңа сіңлілеріңе арнап әңгіме жаз. Қаратпа, қыстырма сөздерді қолдан дейді. Яғни бұл жерде бізде әңгіме жазу керек. Бұл жерде диалог ретінде берілген. Қаратпа, қыстырма сөздерді әдейі қарамен жирный көрсетпен көрсетіп қойдық. Бір күні кішкентай Мирастың мектептен келе жатқаны. Ол жолда достарымен ойнап жүр. Мирастың достары Айым, Дәулет және Сапар. Олардың бәрі өте қызық әрі көңілді. Бірақ бір күні Дәулет жаман әдетке бармақ болды. Досым, неге көшеде қоқысты тастайсың деп сұрады Айым. Дәулет, бұл әсіресе оңай. Біз тек лақтырамыз, сонда қызықты болады деді. Сапар, жоқ, бұл дұрыс емес деді. Қоқысты тастау мүлде жаман әдет, біз табиғатты қорғауымыз керек. Мирас ойланып қалды. Ол дұрыс айтасың, Сапар деп жауап берді. Жақсы әдет қоқысты жинау. Біз айналамызды таза ұстайық. Содан кейін олар бәрі бірге қоқыстарды жинауға кірісті. Ойнап жүріп өздерінің кішкентай ісімен үлкен өзгеріс жасағандарын түсінді. Жаман әдеттерден аулақ болып, жақсы әдеттерді үйрену.
мирастың достары осылайша жаман әдетке бармау керек екенін біліп жақсы әдетті жақсы көруге шешім қабылдады. Олар үйге оралғанда әкелері мен аналары оларға риза болды. Балалар, сендер бүгін тамаша жұмыс жасадыңдар деп мақтады олар. Содан бері Мирас пен оның достары жаман әдеттерден аулақ болып, жақсы әдеттерді ұстанып жүрді. Олардың жүректері қуанышқа толы болды. Міне, дәл осылай жазу міндетті емес, бірақ осыған ұқсас етіп жазсаңыздар болады. Осымен сабағымыз аяқталды. Видеоны міндетті түрде лайк басып, арнаға тіркеліп, комментарий қалдырып кетіңіздер. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.